Менің атым Тұрғынбекова Толқынай. Мен Көкшетау қаласындағы физика-математика бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің 8-ді сынып оқушысымын. 2 апта ауылда әлеуметтік тәжірибесін өту үшін Асылбек Жезден мен Айгөз Тәтем тұратын Краснояр ауылына келдім. Краснояр селосы Көкшетау қаласының батыс бөлігінде орналасқан. Қаладан бұл елді мекенге автобустар ағыл-тегіл қатынап жатады. Халық саны 10 мыңнан асады. Ауыл қалаға өте жақын орналасқандықтан ауылдықтардың көбі қалада жұмыс істейді. Бұл жерде үлкен ипподром бар, мәдениет үйі, көптеген дүкендер, Ақсай нан зауыты бар. Неше күн болды өзі келем деп жүргеніңе. Жақсы болды ғой үйге көмектесуге маған. Демалғаннан кейін маған тәтем келіп, үй жұмыстары бойынша бірнеше тапсырма берді. Бұл банкілерге кешке тәтем екеуміз қияр тұздаймыз. Жаңбырдан кейін қаулап өскен арам шөпті жуу қажет. Ол үшін мен өзіме көмекшілерді шақырамын. Мына жерде қарақат аз болса да, мінекей біраз жиналып қалыпты. Ой, Толқынай болды ма? Ой, жарау. Жақсы болған екен. Рахмет. Жүр ғой. Мен 2 апта ауылда әлеуметтік тәжірибесін өткеніме өте қуаныштымын. Ең қызығы осы тәжірибені өту барысында ауылдың өміріне үйрену қызықты болды. Себебі қала мен ауыл өмірінің айырмашылығы үлкен. Ауыл қазақтың алтын бесігі десек, осы ауылға жиі барып тұруды ұмытпауымыз керек.